Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, уважаемые учащиеся 5 класса. Начинаем урок казахского языка. Тема сегодняшнего урока – польза и вред компьютера. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютердің пайдасы мен зияны. Оқулықтың 78-ші, 81-ші беттерін ашайық. Открываем страницы в учебнике от 78 до 81. Познакомимся с новыми словами. Ақпарат үдерісі, информационный процесс. Өңдеу, обрабатывать. Жүйке, нерв. Шаршау, усталость. Ал енді оқулықтың 78-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. 78 страница, первое задание. Суреттерге қара, рассмотри картинки, олардың компьютерге не үшін қажет екенін айт. Скажи, для чего используются эти предметы? Әр затқа сипаттама бер. Опиши каждый предмет. 79 страница, 4 задание. 79-ші бет, 4-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы. Компьютер ақпараттық үдерісті орындауға арналған құрал. Ақпарат үдерісі дегеніміз қажетті ақпаратты алу, тыңдау, көру, өңдеу, тарату. Бұл әрекеттерді тез әрі сапалы жасауда компьютердің пайдасы өте көп. Мысалы, мұғалімдер пән бойынша реферат жазғанда оның әдемі әрі таза болуын талап етеді. Қаламмен жазылған және компьютерде терілген жұмыстарды салыстырайықшы. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Рефераттың көшірмесі керек болса, файлды ашып, принтермен көшірмесін жасай салу оңай. Оған аз уақыт жұмсалады. Рефератқа сурет керек болса, оны да компьютер арқылы аламыз. Компьютерден қосымша ақпараттарды, рефератқа қажетті суреттерді тез табамыз. Осылайша компьютердің көмегімен уақытымызды ұтымды пайдаланамыз. Бірақ компьютерді дұрыс пайдаланбасақ, оның зияны да өте көп. Әсіресе ондағы әртүрлі ойындар, балалардың денсаулығына, жүйкесіне, миына әсер келтіреді. Ғалымдар компьютердің адам ағзасына тигізетін мынадай зияны бар екенін айтады. Көздің көру қабілетін төмендетеді, омыртқалардың қисаюына әкеледі, жүйкеге салмақ түсіреді, шаршағыштық, әлсіздік пайда болады. Бұған қоса тағы бір зияны, ерік-жігері әлсіз балалар құмарпаздар секілді компьютерге тәуелді болып қалады. Мінезі күрт өзгереді, айналасына немқұрайлы қарайды. Басқа ойындарға, ақыл ойды дамытатын қызық тапсырмаларды орындауға талпынысы жоғалады. Компьютерде ұзақ отыру баланың көңіл күйіне де жаман әсер етеді. Олар көбінесе ашуланшақ болады. Сонымен бірге, балада тек өзіне ғана мәлім, жабық әлем қалыптасады. Компьютерге тәуелді бала өз достарын да жоғалтуы мүмкін. Ал енді оқулықтың 79-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға қарайық. Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздерді аудармасымен дәптеріңе жазып ал. Мәтінде қандай сөздер жазылған екен? Ақпараттық үдерісті орындауға. Өңдеу, талап етеді, терілген. Көшірмесі, ұтымды пайдаланамыз, зияны, жүйкесіне, адам ағзасына, көру қабілетін, омыртқалардың қисаюына, шаршағыштық, әлсіздік, құмарпаздар, тәуелді, мінезі, немқұрайлы, жоғалады, жабық әлем. Ақпараттық үдерісті орындауға. Выполнять информационные процессы. Өңдеу. Обрабатывать. Талап етеді, требует. Терілген. Напечатанный. Көшірмесі. Копия. Ұтымды пайдаланамыз. Используем выгодно или выгодно использовать. Зияны. Вред. Жүйкесіне. На нервы. Адам ағзасына.
на организм человека, көру қабілетін, зрение, омыртқалардың қисаюына, влияет на искривление позвоночника, шаршағыштық, усталость, әлсіздік, слабость, құмарпаздар, игроманы, тәуелді, зависимый, мінез, характер, немқұрайлы, невнимательный, жоғалады, исчезнет, жабық әлем, закрытый мир или свой мир. Итак, вот эти слова, написанные жирным шрифтом, нужно выписать и подобрать к ним перевод. Перевод мы с вами только что сделали. На этом урок заканчивается. Бүгінгі сабақ осымен аяқталады. Келесі кездескенше сау, саламатты болыңыздар.